Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Және қоңырау шанды басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Сәлем менің сүйікті достарым. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құймақтан өте дәмді десерт жасайтын боламыз. Ол үшін мен құймақты алдын ала пісіріп алдым. Құймақтың рецебін өздеріңіздің қалаған рецептпен істей берсеңіздер болады. Енді біз оның салмасын жасап алатын боламыз. Ірімшіктің үстіне 4 бүріштеп туралған алма және де банан, және де қаймақ, қант қосамыз да араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің салмамыз дайын. Енді біз оны құймақтың ішіне салып, ораймыз. Осылайша бәрін жасап аламыз. Сонымен достар, біздің десертіміз дайын, өте дәмді, күшті болып шықты. Бұны таңғы асқа жесеңіздер өте күшті, және де пайдалы. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және де жанындағы қоңырау шанды басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеомда әрқашанда бірінші көретін боласыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.